Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай фикус лирата деген гүлді егетін боламыз. Бұл өте әдемі гүл. Қазіргі кезде осы гүлді де адамдар көп өсіріп, осы гүлге көп сұраныстар болып жатыр. Міне қарасаңыздар, менің алақанымнан да үлкен жапырағы. Бұл өскен уақытта 1 метр, 1,5 метрге дейін өседі. Сосын жапырақтары өте әдемі болып, үйге әдемі сән беріп тұрады. Енді қарасаңыздар, мынау местный гүл, местный жаңағы теплицаның өсірген гүлі. Бұның ішінде қазір көрсетейін, мен жаңа ашқанмын. Ішінде мынандай құрттар өте көп. Кеше алғаннан кейін кішкентай цирконмен суарып қойғанмын. Мен міне қарасаңыздар, қазір мынандай құрттар өте көп екен ішінде. Сондықтан да бұл өзінің жапырағын сәл-пәл солып, жапырағы дұрыс болмай тұр. Мына жерден кішкентай өскіні шығып келе жатқан, ол өскіні түсіп қалыпты. Енді мен қарап отырсам, ондай құрттар ішінде өте көп екен. Міне балалағаны бар, міне мынандай қарасаңыздар, міне. Енді бұны мен мынау құмынан ажыратып алып тастағым келіп тұр. Негізі бұл құмнан ажыратпау керек дейді, бірақ енді қарап отырсаңыздар, құрт өте көп. Сондықтан да мен бұл гүлдің топырағын алып тастағым келіп тұр. Қазір топырағын алып, сосын сіздермен қайттан осы гүлді көрсететін боламын. Міне қараңыздар, өте құрт деген ішінде өте көп. Мына қараңыздар. Осындай құрттар балалап тастаған ғой. Негізі бұл құрт бұл гүлді өсірмейді. Сондықтан да қазір жуамыз. Міне біз құмнан ажыраттық. Тамырының барлығы құмнан босады. Енді мен кішкене ғана жылы суға салып, сәл-пәл ақшылдау марганцовкаға салып қойдым. Енді шамалы бір 5-10 минуттай тұрады. Сосын біз бұл гүлді егетін боламыз. Оған дейін мен сіздерге қандай топыраққа отырғызу керек, соны көрсеткім келіп тұр. Негізі бұл гүлге кең ыдыс болған жақсы, өйткені бұл гүл тез өсетін гүл екен, тамырын тез жаятын. Сондықтан да мен сәл-пәл үлкендеу ыдыс салып тұрмын. Мына астында осындай дренажный тесіктері бар. Бұл тесіктерден жақсы су өту керек. Сосын бұл гүлдің топырағына су тұрып қалмау керек. Енді астына мен мынандай дренаждың орнына мынандай пенопласт алдым. Егер дренаж болып жатса, дренаж салсаңыздар да болады. Мен соңғы кездері осындай пенопласт салып жүрмін гүлдерге. Енді бұл лиратаның түбін айтып кететін болсам, бұл гүл жарықты жақсы көреді, өзі жеке тұрғанды жақсы көреді, ауа кең болғанды жақсы көреді, ылғалдылықты жақсы көреді бұл гүл. Су бүркіп тұру керек, 7-сіне 2 рет. Бұл сол су бүріккенді жақсы көреді. Күннің тікелей көзіне қоймау керек. Күннің тікелей көзінен бұл гүлдің жапырақтары күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан да тек жарық, өте жақсы жарық түсетін жерге қою керек. Ал топырағына келетін болсақ, мен мынандай топырақ алдым. Грунт для фикуса деген. Бұның ішінде азот, фосфор, калий бар. Бұны ештеңе қоспай еге беруге болады екен. Бұл өзі дайын топырақ. Бұны флиптан заказ беріп алдыртқанмын. Содан кейін бар, мен бұған кешегі шорт түсіргенмін. Кокосовый субстратты қалай суға салып, оны қалай жібітетіміз туралы. Содан шамалы қостым. Міне топырағы осындай болады. Енді қазір осы топыраққа біз гүлімізді егетін боламыз. Шамалы астына топырақ саламын. Міне шамалы топырақты басып, ішінде бос орын қалмау керек топырақтың. Міне мынау гүліміз. Жаңа құрттарынан барлығын тазаладық. Енді арман қарай қалай өсіп кететінін көретін боламыз. Негізі бұндай местный гүлдер көбінесе тамыр алып кете бермейді. Өзімнің сондай бір жағдайлар болды. 1-2 гүлім өліп қалды. Бұл гүлдің былайынша шіріген тамырлары жоқ. Тамырларының барлығы жақсы өскен. Бұл гүлге енді арман қарай жақсы өсіп кетуіне біз көмектесеміз деп ойлаймын. Міне қарасаңыздар, тамырының барлық құртын ішіндегі барлығын алып тастадық. Енді егейік. Бұл гүлдің бір жақсы қасиеті, ауаны бұл жақсы тазартады екен. Мысалға, қазіргі біз осы заманауи үйімізге пайдаланып жүрген обой, линолеум,
сияқты басқа да заттарды пайдаланамыз. Солардан шыққан улы заттарды бұл өзіне сіңіріп алып, біздің бөлмеміздің ауасын жақсы тазартып тұрады екен. Сондықтан да бұл гүлді мен міндетті түрде үйде өсіру керек деп ойлаймын. Жылына бір рет отырғызу керек екен, өйткені бұл гүл тез өсетін болғандықтан, бұл гүлдің мына тамыры тез жетілетін болғандықтан ыдысы тар болып қалады. Бұл тар ыдысты жақтырмайтын гүл, сондықтан да бұл гүлді біз жылына бір рет мынау ыдысынан үлкендеу ыдысқа отырғызып тұруымыз керек екен. Бұл гүл ауырады, өсімдік кенесімен ауырады екен бұл гүл. Өсімдік кенесі, ол білесіздер, өте ылғалды жерден пайда болады. Сондықтан да бұл гүлді ылғалды жақсы көреді деп қайта-қайта суарып, қайта-қайта су бүркуге болмайды. Тек жетісіне 2-ақ рет су бүркіп, сосын жапырақтарын қарап тұру керек. Зиянкестер түспеу үшін мұқият біз осы гүлдің сол зиянкеспен ауырмай жақсы өсуіне мұқият қадағалап өсіруіміз керек бұл гүлді. Міне біз гүлімізді ектік. Осы отырған ыдысына жақсы бейімделіп кету үшін кішкене ғана мынаны мен қазір байлап қоямын, тік өсу үшін. Бұл гүлдің топырағы шамалы ылғалдау, сосын жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Мен тамырын жудым, тамырын марганцовкаға 10-15 минуттай салып қойдым. Ол тамыры су ішті. Енді бұған бір 2-3 күнге дейін су бермейміз. Топырағының беті қатты құрғап қалмау керек. Бұл құрғақтықты ұнатпайтын гүл. Жаңа айттым мен, ылғалдықты жақсы көреді деп. Болмаса саусағымызды бүйтіп салып көрсек болады, немесе таяқшалар болады, сол таяқшаларды салып көріп, қаншалықты гүлдің топырағының кепкенін білуге болады. Міне енді қашан бойын тіктеп кетем дегенше осылай байлап қойдым. Енді біз бұған эпен себеміз. Эпен, циркон болса циркон себуге болады. Менің цирконым таусылып қалыпты, сондықтан да мен эпен себейін деп тұрмын. Мына жерге мен бір тамшы ғана эпен қостым. Өйткені мынау жарты литрлік баклажканың жартысы. Сондықтан да бұған бір тамшы ғана эпен қостым. Бұл эпенді де осындай стресске түскен гүлдерге себуге болады. Мына барлығына себемін. Енді осы гүлді өсіп қоямыз. 2-3 күннен кейін бұған циркон себетін боламыз. Міне мен сіздерге осы әдемі осындай фикус лирата деген гүлдің күтімі жайлы қалай егу керек, соны сіздерге көрсеттім. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.